Сыр тартып, суыртпақтап аңыздан жүз, таңдайдан балдай өлең тамызғанбыз. Кешегі өтіп кеткен бабаларға, бүгінгі ұрпақтары қарыздармыз. Кіршіксіз көңілдері мөлдіреген, жақсының аты өлмейді мәңгі деген, Жақсыбай ата жайлы сөз бастайық, естіген көне құлақ әңгімеден. Жақсыбай 10 перзентті көрген екен, балаға бар ықыласын бөлген екен, үшеуі аман қалып қалғандары соғыста отан деп жан берген екен. Шығармай естерінен есілерді, тірілер тіршіліктің көшінерді, Әлімхан, Өтебай мен Боқандардан тараған ұрпақтарда өсіп өнді. Баласы Балтабектей Әлімханның Айткүлмен тәрбиелеп бар ұрпағын Қарағаш, Ақшәулінің мектебінде мүдір боп берген екен тәлім тағылым. Жүзінде Боқан ата тұнған нұры, еліне биік болған шын қадірі, киелі Аягөздің мекенінде 1898 туған жылы. Түріксіптің бойында еңбек еткен, Семей мен Аягөзде тер көп төккен, соғысқа вагон-вагон жүкті тиеп, еңбектің майданында ерлік өткен. Қыр сырын, темір жолдың ұққан екен, сайыста талай жүлде ұтқан екен, үкіметтен марапат медаль алып, құрметті демалысқа шыққан екен. Құдайым жақсы жармен қосып еді, бағы жанып тұлпардай көсіледі. Жақыпқан қызы Камиламен отау құрып, бір қыз екі ұл жеткізіп өсіреді. Бойында тұнып тұрған өнегелер, жалғасып ол қызынан немерелер, Боқан ата айналды бір әулетке, кеңейіп әр жыл сайын керегелер. Қандай бөгет өмірде бар расында, жаны жайсаң жаралған қан асылға, ұрпақтар әке жолын жалғастырды, еңбек етіп темір жол саласында. Бәйтерек жоқ, мәңгілік жығылмайтын, тауда жоқ, уақыт өте мұжылмайтын, жұмыр басты пенде боп жаралған соң, бұл жалғанда көз бар ма жұмылмайтын. Аударып ұрпақтары Құран кәрім, бағыштап рухтарына дұға арнады, атамыз бен апамыздың әруағына, бұйырсын жәннат бағы бір Алланың.